Үйленетін кезімізде отбасының 7 қағидасын жасадық. Сыйластық бірінші кезекте тұру керек. Үйленген күннен бастап мені сіз дейсің дедім. Бастапқыда сіз дегені құлаққа түрпідей естіліп, күлкіге көміліп қалғам. 15 жылдан бері сіз деген сөз отбасымыздың татулығының тірегіне айналды. Достарымның әйелдері біреуі 5 жылдан соң, біреуі 8 жылдан соң, біреуі 10 жылдан кейін күйеулерін сіз дей бастады. Анасы әкесін сіз деп сыйлап тұрса, бала да әкесін құрметтейтінін түсінді. Сенің ата-анаң менің ата-анам, менің ата-анам сенің ата-анаң. Балдызыма ақыл айтсам, туған қарындасыма айтқандай айтам. Келіншегім қайнысына ұрысса, туған інісіне ұрысқандай ұрысады. Қандай сыйлы қонақ келсе де, үйімізге ішімдік кіргізбейміз. Балаларымызды мектепке дейін хан сияқты сыйлаймыз. Мектеп кезінде шәкірт сияқты тәрбиелейміз. Мектептен соң дос сияқты сырлас боламыз. Бірақ ақыл айтпаймыз. Ренжісіп қалсақ 5 минуттан соң сөйлесеміз. Жақсы адамның ашуы шәйі орамал кепкенше, жаман адамның ашуы басы жерге жеткенше. Біреуіміз қылт етсек, екіншісіміз уақыт санап отырамыз. Біздің үйде ер азамат есеп бермейді. Телефон соғып, қайда жүрсің, қашан келесің деген сұрақ қойылмайды. Кейбір достардың әйелдері телефонмен қайда жүрсің қаңғырып деп жатқанын естігенде, телефоны болмаған біздің ата-бабалар не деген бақытты деп ойлаймын. 7-ші, ешқашан ажыраспаймыз. Маған әйел табылады, оған күйеу табылар. Ал балаларға бөтен біреу әке-шеше бола алмайды.